Баршаңызға сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тәтті күлшен нанның рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Қыздар, егер де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпайық. Ендеше рецептпен бөлісе кетейін. Жылы суымызға шекерімізді, тұзымызды қосып аламыз. Айранымызды, және ерітілген сарымайымызды қосамыз. Ашытқымызды қосып алдық. Араластырып аламыз. Ұнымызды қажетінше саласыздар. Қамырымызды қатты қылып егіп қоймаңыздар. Мына біздің қамырымыз дайын. Енді осылай жайып аласыздар қолмен. Шетін дәл видеодағыдай семдесеңіздер, бөлсеңіздер болады. Қалауларыңыз бойынша. Бетіне жұмыртқамызды жақсылап жағып, күнжітімізді сеуіп аламыз. 180 градуста 45 минутқа пісіріп аласыздар. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде пісіріп көріңіздер.